Мен Бейсенова Айзат Қойшыбайқызы Әлеуи Жангелдин атындағы орта мектепке 2016 жылы физика пәнінің мұғалімі және сынып жетекші болып жұмысқа қабылдандым. Адам қанша өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өміріндегі ұмытылмас сәттер мектепте өткен күндер болып табылатыны сөзсіз. Мектеп білім айдынындағы ең үлкен кеме, ал мұғалім, оның ішіндегі сынып жетекші осы қоғамдық орында баламен, ата-анамен байланыста жұмыс жасайтын басты тұлға екені баршаңызға аян. Әлемде болып жатырған пандемияға байланысты қашықтықтан оқыту жаңашылдықты енгізуді талап етіп отыр. Оқушыларға бейнесабақтар дайындап, бар білгенімді шәкірттеріме үйретіп отырамын. Ендеше халқымыздың ең қымбат асыл қазынасы, болашақ ұрпағымызды азаматтық қадір-қасиеттің маңызын түсінетін, жаны да, тәні де таза білімді жеке тұлға етіп тәрбиелеу басты міндетім. Сынып жетекші өте маңызды да жауапты міндеттерді атқарады. Ол ұйымдастырушы, рухани жаңғырушы, көмекші, кеңесші, үйлестіруші, ықпал жасаушы. Олай болса, 2016 жылдан бері сынып жетекшілік етіп келе жатырған өз сыныбым 10А сыныбы туралы толығырақ айтып өтсем. Сыныбымда болмыс бітімі, түр келбеті әртүрлі 16 оқушы бар. Олардың 7-і ұл, 9-ы қыз балалар. Сынып оқушылары сынып ішінде ұйымшыл, тәртіптерде жақсы, оқу үлгерімдерде жақсы. Сынып оқушыларымен жұмыс жасау барысында әр оқушының әлеуметтік жағдайын басты назарда ұстаймын. Сынып жетекшілікпен қоса оқушыларымның анасы, бірінің апасы, кейбірінің досы да бола білдім. Сынып оқушыларының өзін-өзі басқаруы құрылған. Әр оқушы өзіне жүктелген міндеттерін бұлжытпай орындайды. Мектепішілік, сынып аралық іс-шараларда ұжым толық белсене араласып, әр оқушы өз қабілетіне қарай берілген жұмыстарды ұйымдастыра біледі. Сыныбымда талантты да дарынды оқушылар көп. Оқушыларымның көпшілігі үйірмелерге, спорт секцияларына, домбыра, мәнерлеп оқу, би үйірмелеріне қатысады. Әр оқушы өзінің бос уақытын тиімді пайдалануға дағдыланған. Оқушыға әрдайым сыни көзбен қарап, пікір айта білсек, талап қойып, болашаққа сендірсек, келешекте абзал азамат шығары сөзсіз.